енді Құранды дұрыс түсіну үшін ең алдымен Құранмен шұғылдану керек, Құранды оқу керек, Құранды түсінуге тырысу керек. Құранды түсіну үшін, Құранды білу үшін әлбетте Құранды білудің алғашқы жаңа жерде білімдері бар, білетін шарттары бар. Жаңа жерде үйрену керек. Мысалы әліппесінен бастаймыз. Әліппесімен қоса тәжвидін бастаймыз. Тәжвидмен бетінен жүгіртіп оқитын болғаннан кейін, одан кейін барып жаңа жерде тағы да тереңдейміз десек, өзіндік ғылымы бар, усулу тәфсир дейді. Құранды тәфсірлеп ашықтаудың өзінің бір білімі бар жаңа жерде. Өзінің алғашқы шартты білімдері бар. Солардың бәрін меңгеріп барып, одан кейін жаңағы Құранның ішіндегі әсбабы нүзул дейді, түсірілу себептері бар Құранның. Онымен қоса жаңа жерде Құранның хронологиясы бар. Осылардың барлығын біліп, тексере келіп, жаңа жерде зерттей келіп барып, Құранда Алла Тағаланың бізге не айтқаны тұрғанын біз түсіне бастаймыз. Пайғамбарымыздың хадистерін оқу арқылы ол Құранға байланысты, сол аятқа байланысты ғалымдардың айтқан қандай пікірлері бар, солардың бәрін ашықтап алып барып, оқи барып, сол аятты түсінбейтін болсақ, онда аяттарды тікелей өзіміз жаңа жерде біле саламыз, ұға саламыз деген нәрсемен ол болмайды. Өте қате болады жаңа жерде. Өйткені шайтан да тыныш тұрмайды, адамды адастырып жібереді. Ал ғалымдардың, үлкен авторитетті ғалымдардың, беделді ғалымдардың және пайғамбарымыздың хадистеріне сүйене отырып, жаңа өзінің жүйелі түрде беретін білім, усулу тәфсир деген білімі бар, тәфсір кітаптары бар. Соларды оқып түсіну арқылы барып, кітапты біз Құранды түсінеміз. Ең басты мәселе Құранның өзімен жаңа шұғылдану, оқу Құранды. Түсінбеген жерін міндетті түрде ғалымдардан сұрауға тырысу.